Пенсия есептеу мамандар мен сонның есептеген пенсиялары бірдей болады ма? Егер қазір сіздерден услуга алсақ есептеу бойынша, дәл сол ертең біз соңға тапсырғанда солай шығады ма деген сұрақтар көп келеді. Пенсия есептеу заңдылығы кодексі бірдей, просто адамдары және сон болып екіге бөлінеді қабылдаған кезде. Олар енді ерекшелікті емес, біздер енді ақылы услуга алған соң бүкіл документтерін сұраймыз. Яғни әйел адамдар болса, туу туралы куәлігінен бастап удостоверениесін салыстыру үшін да бәрін. Балаларының куәліктері, дипломдарын түгел неше оқыған болса, соның очный оқығандарын түгел бәрін, қайсысы заочный керек емес, трудовой книжкаға жазылған, оның жазулары, оның подпистері, оның печаттары, жұмысқа орналасқан, жұмыстан шығарылған уақыттарын бәрін қараймыз. Сосын қандай да бір 6 ай оқыған, 8 ай немесе 1 жылдық оқыған курстар, мысал үшін 3 айлық оқыған курстар болса да, егер сізде соған қатарлас жұмыс немесе басқа зат болмаса, даже сол курстарды қосуға болады. Егер дәл осылай түгел документтеріңізді қалып қоймау керек, бәрін, соны ешқандай қатесіз тапсыратын болсаңыздар, әрине біз есептеген сияқты оларды солай шығарып береді. Егер де печаттар көрінбей қалса, сіздердің айлықтарыңыз аз болып қалса, подпистар жоқ болса, кірген бата шыққан жерлеріңіз жоқ болса, жазулары әлсіз көрінетін болса, міндетті түрде оларда бүйтіп әкеліңіз деп айтпаулары мүмкін, бірақ та енді олар барымен, кей жағдайда барымен есептеп жібереді. Яғни сол бір келгенде шаруасы бітсін деп солай есептеп жібереді. Сондықтан да түгел документтеріңізді апарып, дәл осы біз есептеген стаждардың бәрі соларға көрініп, қатесіз, егер қателігі болатын болса, заранее алдын ала барып, сұрап, біліп алып, солай тапсыратын болсаңыздар, бірдей болып шығады. Мен қалай есептедім, или пенсия мамандары қалай есептеді, дәл солай шығатын болады. Главное бұл жерде олар шұқып енді анау қайда, мынау қайда деп сұрамайды. Сондықтан да дәл осы мен сұрағанда мен айтам оқырмандарыма, документтеріңіз папкаларыңыздың ішіне салып қойыңыз. Ана жерлер дұрыс емес болса, мына жазуы көрінбей қалған, мына жер печаты әлсіз, соңға барып не істеңіз. Архивный справка, может быть, жұмыс орнына справка. В общем, әйтеуір ананың орнын жабатын, чтобы стаж жоқ болып кетпейтіндей қылып, бүкіл документтерді түзетіп, дайындап алып қою керек. Егер бәрі осылай тағайындалып тапсыратын болсаңыздар, міндетті түрде біз есептеп берген пенсия тағайындалатын болады. Ақпаратым пайдалы болса, парақшама тіркеліңіздер, лайк басып қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Білмейтін достарыңызға жіберіңіздер. Рахмат барлықтарыңызға.